Сәлем бәріне, бүгін мен қалай 84 балдан 110 балға дейін көтерілуге болатынын айтатын боламын. Бәрі менің жеке тәжірибемнен алынған, бәрі шынайы. Сондықтан менің қателігімді жасамауға сіздерге кеңес беремін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Олай болса, біз бастайық. Бірінші қателік ол бізде слипқа сенбеу керек. Яғни мен слипке сендім, себебі мен математика және информатика пәнінен дайындалсам, ал тарихты слиптен қарап, мен жоғары балл жинаймын деп ойладым. Бірақ мен қараған слиптер келмеді, өкінішке орай. Сондықтан сіздерге слип қарамаңыздар деп кеңес бере аламын. Себебі сіздерге слип точно келе ме, келмей ме, ол сіздердің бақтарыңызға байланысты. Сол үшін сіздерге слипқа сенбеу керек. Егер сіздер слипқа сенбей дайындалып барсаңыздар, слип сіздерге көмектескеніне, көмектеспегеніне бәрі ешқандай рөл ойнамайды. Сол үшін слипқа сенбей дайындала беріңіздер деп айтамын. Барлық пәннен. Екінші, ол дұрыс жауап табылмаса, дұрыс емес жауапты тауып, ықтималдықты азайтыңыз. Сіздерді спорный сұрақ болатын болса, сіздер дұрыс жауапты білмей тұрсаңыз, сіздер жай ғана дұрыс жауапты білмей тұрсаңыз, дұрыс емес жауапты тауып, оны сызсаңыздар. Сонда сіздердің қателесу ықтималдықтарыңыз азаяды, және балл жоғары болу ықтималдығы да көбейеді. Келесі ол бізде ұбт кезінде уақытты дұрыс басқаруды үйрену. Себебі мен қаңтар және наурыз ұбт-ларында мен бұл нәрсені білмедім. Және мен осыны білмедім, соның кезінде мен 90-96 алып қалдым. Маған математикадан және ол математика дейтін көп болдық қой. Мен соған уақыт жеткізе алмадым. Ол былай болған, мен инфо 43-40 алдым, ал математика менде аз болып қалды. Қателеспесем 21, сосын 26 ма болды. Мен содан бері мен қатты осыған көңіл бөлдім, себебі қатты маған тиді осы. Мен наурызға дейін осыны үйренем деп кейінге қалдыра бердім. Содан мен наурыз ұбт-да тағы да қаталған соң, мен қатты қиналдым. Неге осы қателікті қайтадан қайталадым деп. Содан наурыз ұбт-ға дейін мен бұл қателікті түсініп, мен бұны жойдым. Соның арқасында мен 110 балл алдым. Бұл өте көмектеседі, себебі біліп тұрсаңыздар да, сіздер уақыт жеткізе алмасаңыздар, сіздер аз алып қаласыздар. Ал келесі бізде ұбт датасын дұрыс таңдау. Мен нағыз ұбт-ын таңдайтын кезде біраз адамдармен ақылдастым. Және оны талдадық, не үшін олай деп. Мен енді айта аламын, әркім жағдай әртүрлі. Біреулер ұбт-ға дайын болып тұрады, біреулерге әлі дайындық керек болып тұрады. Егер сіздерде дайындық орташа болатын болса, сіздер 25 майға дейін, яғни бітіруге дейін тапсырсаңыздар болып, біріншісін. Екіншісін келесі 25 майдан келесі ай маусым айының ортасына қарай тапсырсаңыздар болады. Бұл өте тиімді. Неге? Себебі 25 май жақындағанда сіздерде 2-3 күн немесе 3-4 күн сіздерде барисқа дайындық және 25 майға жалпы дайындық деп уақыт бөлесіздер. Және сол аралықта фокус шашырап үлгермеу үшін сіздер алдын ала күндер тастайсыздар және сол күндерге байланысты таңдайсыздар. Мысалға, сіздерге айталам, ұбт басталады, бірінші нағыз ұбт басталады, алғашқы аптасында тапсырып бастаңыздар болады. Себебі, шынымен айтам, сол күндері слип точно келу мүмкіндігі жоғарырақ деп. Мен сіздерге слип қарамаңыздар дедім, бірақ осы апта өзіме қатты ұнаған сияқты болып. Өйткені біраз балдар сол слиппен алып келді. Біраз балдарын. Егер сіздерде слип қарау керек еді деп жүрсеңіздер, алғашқы аптасын таңдасаңыздар болады. Немесе алғашқы аптадан кейін бір күн, немесе 1-2 күн тапсырсаңыздар болады. Мысалға, мен 19 тапсырдым, ары қарай барисқа дайындық деп бәріне үлгере алдым. Менде екінші ұбт-ым менде маусымның 26 болды. Неге 26-сы? Себебі кішкене орталарына алғым келді, 20-сы немесе тағы да 19-сы деп бір айға туырлап. Бірақ ойланып қарадым да, 26-сы 06 2026 фифт дата ғой дедім да, таңдай салдым. Бірақ қатты разница жоқ. Менің достарым шілденің 2-сі 1-і алды.
оларға мүмкін дайындық керек болды. Егер сіздерге солар сияқты дайындық керек болатын болса, сіздер маусымның бірі тапсырып біріншісін, екіншісін шілденің бірі тапсырсаңыздар болады, егер сіздерге дайындық керек десеңіздер. Бұл түсінікті болатын болса, келесі кеңесім сіздерге кітапты оқу. Сіздерге тарих бойынша, басқа да бір комбинациялар бойынша кітап оқу керек. Себебі ОБТ кітаптан артық нәрсені алмайды. Яғни барлық нәрсені кітаптан алады. Артық еш жерден алмайды. Оған сенімдім, себебі мен өз практикамнан өтті. Мен информатика пәні бойынша кітап оқып отырам. И ана жерде кодтар тұрады, сол кодтарды қарап талдаймыз ағайлармен. Талдаймыз, сол ОБТ-да сол келеді, сол тура солай қиып алған сияқты келеді. Сол жерде қуанам ғой. Ағай рахмет, сол кезде кодтар тура солай келді. Балдарға айтыңыз солай дайындалсын деп. Солай айтқан болатын. Бұл және тарих пәнінен де керек, себебі сіздер кейбір курстарда конспект қылып өтесіздер, конспект жазасыздар, бірақ ол видео сабақтар бойынша болады. Ал сіздер кітаппен дайындалсаңыздар, сіздер түсінесіздер. Яғни видео сабақтарда мүмкін кейбір видео сабақтарда толық түсіндіретін шығар, бірақ видео сабақтарға толық сыйғызу мүмкін емес. Сол үшін сіздерге кітап оқы деп бәрібір айтады. Кітапты оқысаңыздар, оқиға қалай болды, бәрін түсініп, бастан аяқ солай бәрін түсініп аласыздар. Яғни тарихты түсініп оқымасаңыздар, оны жаттау мүмкін емес, толықтай жаттау мүмкін емес. Оны физически да мүмкін емес. Келесі кеңесім ол кітапты толық оқып және оны қайталап жүру. Себебі сіздер кітап оқисыздар, бірақ оны қайталамасаңыздар, ол естеріңізден шығып кетеді. Яғни бір тиым болады ғой. Неге кітапты және толық оқы деймін? Себебі менде мынандай жағдай болған, мен қатемен жұмыс жасаймын деп тек арнайы тақырыптарды ғана оқыдым. Ал білетін тақырыптарды тастап кеттім да, соның кезінде білетін тақырыптардан бал жіберіп қойдым. Сол үшін мен ол қаңтар, наурыз ОБТ-ларында жіберген қателіктерім. Содан кейін мен оларды түсіндім, сөйтіп кітапты толық оқи бастадым. Толық оқып бітіріп, сосын ОБТ-ға бардым. Содан жоғары бал алдым. Математика бойынша кеңес беріп жүрейін. Ол Рүстемова дейтін кітап бар. Соны шығарсаңыздар жеткілікті, өйткені 50-ден 50 алуға шанс бар. Мен оған бәрін шығарып үлгермедім. Сіздер егер 10 сынып болсаңыздар, соны шығарып бастасаңыздар деп айта аламын. Өйткені біздің курста да үй жұмыстарын Рүстемова кітаптан алды. Содан мен түсіндім, Рүстемова кітап маңызды кітап екен деп. Жарайды, келесі бізде математиканың тағы бір кеңесім болсын. Ол есептердің шығарылу жолын жаттау. Яғни мен бастапқы дайындық кезеңінде мен есептің шығару жолы дегенді былай түсінгем. 2 қосу 2 тең 4. Яғни мен 4-ті жаттауым керек деп есептегенмін. Бірақ мен қосу жайлы мен ойланбағам. Яғни егер сіздер есептің шығару жолын жаттасаңыздар, сіздерде ОБТ-да 100% шығара аласыздар. Яғни ОБТ не істейді? Рүстемадағы есепті алады, сандарын өзгертеді және сала салады. Егер сіздер шығару жолын білетін болсаңыздар, сол жерде сіздер шығарып кетесіздер. Бұл түсінікті болса. Тағы бір кеңес, ол көп жағдайда ОБТ-ның логикасы былай болады. 140 немесе 2026 деген сияқты сандар бар ғой. Сол сандарды қояды жауапқа. Яғни менде бір жағдай болған, мен бір сұраққа идеям жетпей кетті да. Ана есепке ғой, бір есепке сол қалай шығарылатынын білмей тұрам, сөйтіп варианттарын қарап тұрам да, ойланам. 140 емес па, случайно деймін да, сөйтіп басам, сөйтіп ОБТ-дан шыққан соң қараймын да, сол дұрыс екен. Сөйтіп одан шыққан соң ағайға айтып, сол есепті талдап алған болатынмын. Сол жағдай мен үшін өте керемет жағдай болды. Жарайды, келесі кеңес ол нұсқа талдау керек. Және бірінші өзің шығарып бірінші есепті. Сосын ағай қалай шығарады, соны қарап ал. Және оны шығарып болған соң келесіде тағы да шығар,
Бірақ ол жолы жылдамырақ шығаруға тырыс. Және идеяны өзің табуға тырыс. Яғни есептерді шығару кезінде идея табу ең бірінші нәрсе. Ал ары қарай есептеу ол өзің еркіңде. Бұл түсінікті болса, келесі бізде С кезінде, яғни практикалық сабақ кезінде ағаймен жарысып шығар есептерді. Бұл өте керек, себебі ағай шығарып атады есепті, сен қарап отырасың бетіне. Ондай кезде сен түсінбейсің, 80% түсінбейсің. Сен идеясын жаттау мүмкін, бірақ ары қарай шығару жолын түсінбейсің. Ал шығару жолын жаттау үшін сен ағаймен бірге жарысып шығарсаң болады. Және келесі бізде кеңесіміз бізде мазалайтын ортада сабақ оқыма. Себебі бәрі бір тиын болуы мүмкін. Менде болды, мектепке барып сабақ оқу, ноутбук апарып, бірақ ондай кезде біздің сынып шулы болды. Бірақ мен сонда да оқыдым, бірақ ол қатты әсер етті деп айта алмаймын. Себебі 5-6 балл қосуға менде шанс болды, сол шансты әкелді. Бірақ мен шулы емес ортада дайындалғанымда мүмкін 10-15 балл прогресс жасайтын ба едім. Мүмкін. Жарайды, келесі кеңес ол идеальный сабақ оқы толыққанды, яғни бар ынтаңды салып сабақ оқы, және бар ынтаңды салып демал. Яғни 5 аптаның 7 күн болса 5 күн толық оқы, және 2 күнін толық демалуға жұмса. Яғни ол сізді выгоранияға түспеу үшін көмектеседі, және выгорание бастысы. Ары қарай сіздерде қайта қалпына келу керек, миларыңыз қатты нагрузка салуға болмайды. Сол үшін дұрыс демалу қажет. Яғни дұрыс демалу ол сіздер ұнайтын іспен айналысу, хобби, немесе достарыңызбен әңгіме жасау, немесе даже үстел ойындарын ойнау. Мен бірақ футбол ойнадым достарыммен, бірақ келесі күні оны шаршап тұрам. Ол менде дұрыс демалу болмады, сол менде қателік болды. Ол қателеспесем қаңтар айларында болды. Ары қарай оны тастап кеттім, мен басқа демалуға көштім. Келесі бізде ол қысқа мақсаттар қою. Яғни бір аптада 2 балл қосам, немесе бір айда 4 балл қосам деген сияқты мақсаттар қойыңыздар. Менде ұзақ мақсат болды, яғни мен тамыз айынан бастап оқып жатырмын. Менде мақсат мынандай болды. Мен қаңтар ОБТ-да 130 балл қоям, немесе 120 плюс қоям деп қойдым. Бірақ ол менде қатты көмектеспеді. Мен мүмкін қысқа мақсат қойғанымда көмектесер ме еді. Себебі мен әлі уақыт бар ғой деген ой мені мазалады да. Сода мен қатты өзімді барын салып дайындалмадым. Ал менде нағыз ОБТ-ға дейін менде 2 ай болды. Наурыз ОБТ-ны тапсырып болған соң менде 2 ай болды. Сол 2 айда мен қысқа мақсат қойып үйрендім. Соның арқасында мен көп прогресс жасадым. Яғни мен наурыз ОБТ-ға дейін дайындалғаным, ол нағыз ОБТ-ға дейін дайындалғанымнан 2 есе жоғары болды. Яғни 2 есе көп прогресс жасадым. Сол үшін ол өте маңызды. Және келесі ол эмоция 0 болсын. Яғни эмоцияны шығара білу керек. Қайда шығара білу керек? Ол күнделік жазасыздар, немесе журнал жазасыздар. Өздеріңіз білесіздер, бірақ эмоцияны тұрақты ұстау керек. Қатты ашулану, немесе қатты түңілу, немесе ренжу сияқты сезімдерді алып тастау керек, себебі ол қатты оқуға әсер етеді. Мен сіздерге айтам, қатты әсер етеді. Сіздер даже көңіл күйім болмай тұр деп сабақ оқымай қоюларыңыз да мүмкін. Қанша өздеріңізге қысым жасасаңыздар да. Келесі кеңес ол қысымды орташа ұстап тұру. Яғни қатты мен оқуым керек деп түн мен немесе таңға дейін оқымай, немесе қысымды азайтып тастасаңыздар да болмайды. Яғни мен қазір әлі уақыт бар, мен аз ғана дайындалсам, көп оқымау керек маған, аз ғана дайындалсам жетеді деген сияқты, ондай болмайды. Орташа ұстаңыздар. Мен қазір оқуым керек, себебі болашақта мен университетте оқуым келеді, болашағым жарқын болуым керек, және қазір оқымасам ертең грант болмайды деген сияқты болу керек. Яғни қысым орташа. Келесі бізде балға назар аудармаңыздар.
себебі бал кейде бар, кейде жоқ. Сіздер одан да тапсырманы орындау жылдамдықтарыңызға және идея табуға назар аударыңыздар. Қаншалықты жылдам орындайсыздар, қаншалықты дұрыс әрі идеяны таба аласыздар, соған назар аударыңыздар. Және менің соңғы кеңесім ол ұбт-ға бір күн қалғанда не істеу керек? Мен ұбт-ға бір күн қалғанда дым оқымадым. Бір аптаға дым оқымадым. Қаңтар, наурыз ұбт-ларында. Бірақ нағыз ұбт-да бір күн қалса да мен формулаларды қайталап, солай кейбір қиын емес, оңай тақырыптарды қайталап бардым. Бұл маған қатты көмектесті, себебі менде бұл қатты көмектесті, мен формулаларды ұмытқанмадым және барғанда паника болмады менде. Және тағы бір осыған қосымша кеңес айтып кетейін. Сіздер ұбт-ға кіресіздер. Сіздерді мысалы таңда кіретін болсаңыздар, 9-да тестілеу басталады, 8-де кіргізу басталады. Сіздер 8:30-да примерно кіресіздер. Кіргенде бәрі тексерістер өтеді ғой, шиық деп, сөзді фокустарыңыз бұзылып кетеді, дұрыс па? Онда кезде фокустарыңыз бұзбай, сразу барғанда парақтарыңыз тұрады. Сол парақтарыңызға еске түскен барлық формулаларды жазып алыңыздар, математика пәні бойынша. Формулаларды жазып аласыздар және есеп тестілеу басталған соң математика пәні бойынша сіздер сол формулаларға қарап есептер шығара бересіздер. Себебі менде мынандай жағдай болды наурыз ұбт-да. Мен соны істемедім. Соның кесірінен мен ұбт-да есеп шығарып отырып формула керек болды. Сол формуланы қорытамай отырмын миымда ше. Формуланы даже ұмытып қалдым. Соны есеп шығару барысында. Сол үшін бұл өте маңызды. Соны қадағаласаңыздар, сіздерде мүмкін жоғары балл алу шанстарың жоғары болады. Осымен менің видеом аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер.